Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте нежный болып шығатын картошкадан котлет дайындаймыз. Гарнирін өзіңіздің қалауыңызша жасасаңыз болады. Ең алдымен картошкамыздың барлығын тазалап, жақсылап жуып аламыз. Осындай бөліктерге бөліп, қайнаған суға саламыз. Одан кейін үстіне петрушка саламыз. Менде болмады, осындай жасыл пияз салдым. Содан кейін горошек, қара бұрыш және де лавровый лист саламыз. Дәміне қарай тұзды салып, піскенше дайындаймыз. Картошкамыз піскеннен кейін суын төгіп тастаймыз, одан кейін еземіз. Езіп болған соң толық суытып, одан кейін оның үстіне май, жұмыртқа салып тағы да езіп шығамыз. Сосын үстіне ұн салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін котлеттерімізді қолымыздың көмегімен жасап, панировочный сухариге аунатамыз. Массамыз өте керемет болып шығады, қолға жабыспайды, оңай жасалады. Панировочный сухариға аунатып алып, одан кейін қызып тұрған майда табада екі жағынан қуырып аламыз. Отты ақырына қоямыз, себебі іші піспей қалуы мүмкін. Міне өте тез дайындалатын котлеттеріміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, ас болсын.